Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет салат дайындайтын боламыз. Өте жеңіл салат және үйдегі бар заттардан жасалатын салаттардың бірі. Ал ендеше қажетті заттар ол қияр, помидор, жүгері, картоп, шұжық кез келген және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен картопымызды осылай корей түйіркісінен өткізіп, жақсылап өткізіп, салқын суменен жуып аламыз 1-2 рет. Яғни картошка пай жасайтын боламыз. Міне барлығын өткізіп алдық. Осылай салқын су құйып, 2 рет, 3 рет шайып суын төгетін боламыз. Енді теркадан өткізілген картоптарымызды осылай майлыққа немесе қағаз майлыққа шайып, кептіріп алатын боламыз. Келесі кезекте колбасаларымызды турай береміз. Колбасаның кез келген түрі жарай береді. Осылай ұзынша етіп турап аламыз барлығын. Дәмі деген өте керемет болып шығады достар. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Турап алған колбасаларымызды осылай шұңғыл ыдысқа салып, бір жерге қалдырып қоямыз. Келесі кезекте қиярларымызды дәл солай етіп, ұзынша етіп турап алатын боламыз. 2 басын кесіп аламыз. Ұзынша етіп турауға ыңғайлы етіп, осылай кесіп, ұзынша етіп барлығын турап алатын боламыз. Барлығын турап алдық. Мискамыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды дәл солай турап аламыз. Орталарын кесіп, ортасындағы жұмсақ жерін алып тастайтын боламыз. Яғни суын алып тастайтын боламыз. Барлығын дәл осылай тазалап аласыздар. Тазалап болған соң қызанақтарымызды ұзынша етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарыңыз келген кезде дастарханыңызға өте керемет сән беріп тұрады. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Және тойымды салаттардың бірі. Қызанақтарымызды турап алдық барлығын. Ыдысымызға саламыз енді. Келесі кезекте жұмыртқаларымызды қайнатып дайындап қойдым. Жұмыртқаларымызды ұзынша жіңішке етіп барлығын турап алатын боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Сол жерден қарап, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дәл осы нұсқаменен менде 2 тарелка салат шықты. Енді жүгерімізді салатын боламыз. 5-6 қасық жүгерімізді салып аламыз. Дәміне қарай аздап тұз қосамыз. Және майонезімізді қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын болды. Тұзы менен майонез сіңгенше бір шетке қалдырып қоямыз. Осы аралықта енді картошка пайымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып, астына отымызды жағып, қыздырып аламыз да, қызып тұрған майға аз-аздан салып, картопымызды қуырып алатын боламыз. Міне осылай алтын түске енген кезде аласыздар. Ешқандай түс себудің қажеті жоқ. Барлығын осылай қуырып аласыздар. Енді дайын болған салатымызды әдемелеп тарелкаға салатын боламыз. Менде салат жапырақтары болған, астына төсеп жібердім. Ол міндетті емес достар, тек әдемілік үшін сән беріп тұрады. Барлығын осылай тарелкаға салып аламыз. Үстіне дайындап қойған осылай картошка пайларымызды саламыз. Осыменен салатымыз дайын болып шықты міне. Өте аппетитный салат және тойымды салаттардың бірі, және өте тез дайындалады, көп уақытыңызды алмайды. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса,
қолдап кетіңіздер, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. Және арнама жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сіздерге де ас болсын, сау болыңыздар.